Баршаңызға қайырлы күн, менің құрметті оқырмандарым. Сіздер мен Мерей. Бүгін біз өте дәмді, өте қарапайым рецептпен жасалынатын, өте сулы, яғни сочный болып шығатын оңай чебуректерді жасайтын боламыз. Осы рецептпен видеодағыдай өте әдемі әрі жеңіл жасалынады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Видеоны соңына дейін қарауды ұмытпаңыздар. Алдымен бізге ұн қажет болады. Ыдысқа ұнымызды саламыз, оның үстінен сұйық май құямыз. Оның ішінен қайнап тұрған суға жарты шай қасық тұз салып, араластырып, ұнымыздың үстіне құямыз. Құйып болғаннан кейін қасықтың көмегімен кішкене араластырып аламыз. Өйткені біздің суымыз ыстық болғандықтан қолымызға күйіп кетуі мүмкін. Араластырып алғаннан кейін ары қарай қолымызбен қамыр илейміз. Достар, егер видеоны көріп отырсаңыздар, менің каналыма жазылуды ұмытпаңыздар. Міне, қолымызбен илеп алған қамырымыз осылай жұмсақтықта, орташа жұмсақтықта, арасында түйіршік қалмай иленетін болады. Илеп алған қамырымызды осындай пакетке салып, 20 минутқа бір шетке қойып қоямыз. Салмасын дайындаймыз. Салмасына мен тартылған ет, сиырдың еті және пияз қостым. Пияз менде үлкен пияз, егер кіші болса 2 пияз қолданыңыздар. Үлкен пиязды үккіштің көмегімен майдалап өткізіп аламыз, немесе блендерде жасасаңыздар болады. Менде блендер болмағандықтан үккіштен өткізіп алдым. Турағаннан қарағанда осылай жасағандарыңыз дұрыс. Міне біздің пиязымыздың сөлі бөлініп, майда бөліктерге бөлінеді. Тартылған етіміздің үстіне саламыз және оның үстінен жарты шай қасық тұз, жарты шай қасық бұрыш салып, кішкене 30 миллиграмдай су құямыз. Яғни 2 ас қасықтай су құйып, жақсылап араластырып, бір шетке қоямыз. Қамырымызды аламыз. 20 минут болғаннан кейін міне осындай әдемі болып шығады қамырымыз. Осы қамырымызды ұзынша етіп дайындап аламыз, яғни колбаски жасаймыз. Міне қолымызбен осылай дөңгелетсеңіздер, ұзынша болып шығады. Мен таразыға 60 граммнан өлшеп алдым әрбір бөлігін. Міне осылай жасайсыздар, немесе таразысыз көз мөлшерімен өлшеп алуға болады. Менде 9 бөлшек шықты осы қамырдан. Чебуректеріміз әдемі көріну үшін бізге осы жері міндетті түрде барлық қамырды бірдей қылып өлшеп алғанымыз дұрыс. Қамырларымызды кесіп алғаннан кейін осылай видеодағыдай қолымызбен дөңгелетіп дайындап аламыз. Барлық қамырды дөңгелетіп дайындап, оның үстінен міндетті түрде майлық жауып қоямыз. Бір шетінен алып, бір-біреуден қамырымызды дөңгелек етіп жайып аламыз. Міне осылай жайып алғаннан кейін салмасын саламыз. Салмасын көп салудың қажеті жоқ, өйткені біздің салмамыз піспей қалуы мүмкін. Осылай салып болғаннан кейін жайып алып, жан-жағына кішкене қолымызбен су тигізіп шығамыз. Біздің қамырымыз жақсы жабысуы үшін осылай екінші бетін аударып, міне қолымызбен қаттырақ басамыз. Шеттері ашылып кетпес үшін бұл. Қолымызбен басқаннан кейін ары қарай шанышқымен басып шығамыз. Шанышқының орнына арнайы осындай кесетіндер болады. Сондай болса, сонымен кессеңіздер болады. Не осылай дайындаймыз. Тағы екіншісін көрсетейін сіздерге. Қамырымызды дөңгелек етіп жаямыз. Ішіне салмамызды саламыз. Қасықтың көмегімен жайып, жан-жағына жақсы жабысу үшін су жағамыз және қамырымызды жауып, біркелкі етіп жабыстырып шығамыз. Одан кейін шанышқың көмегімен узорлар қалдырамыз. Қатты біріктіріп басуларыңыз маңызды, өйткені жан-жағы ашық қалса, ішіндегі салмамыз пісіріп жатқанда сыртқа шығып кетуі мүмкін. Міне біздің чебуректеріміз дайын. Осылай барлығын дайындап алуымыз қажет. Дайындап алғаннан кейін қызып тұрған майға чебуректерімізді кезекпен салып пісіріп аламыз. Пісіріп жатқанда міне қасықтың көмегімен осылай жасауымыз міндетті, өйткені біздің майымыз аз болғандықтан үстіңгі жағы көтерілмей піспей қалуы мүмкін. Сондықтан майды қасықпен осылай үстіне құйып отырсаңыздар, біздің чебуректеріміз көтеріліп және әдемі болып шығады. Чебуректердің астыңғы жағы піскеннен кейін үстіңгі жағын аударып, кішкене уақыт пісіріп аламыз. Өте әдемі, алтын түстес болып шықты. Піскен чебуректерімізді алып, бір ыдысқа қағаз майлық төсеп, соған саламыз. Міне достар, біздің чебуректеріміз дайын. Өте дәмді, өте сочный, яғни сулы болып шықты. Сіздерге жасап көруге кеңес беремін және менің каналыма жазылып, жанда қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыздар. Ас болсын!